Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Казбизнес арнасы. Бүгінгі видеода инвестиционный бір проектті көрсететін болам. Сол арқылы ақша табатын боламыз. Ал енді кеттік. Достар, ол Invest Aerobe деп аталады. Бұл проектке мен қанша рет ақша салған болатынмын және ақшамды успешно шығарып отырдым. Бұл проект біз ақша салу арқылы ақша табатын проект болып келеді, себебі инвестиция арқылы біз ақша табатын боламыз. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, көптеген вкладкалар бар. Мынандай осындай котировкалар арқылы өздерінің биржаларында ақша айналады. Сол арқылы бізге белгілі бір проценттер беріліп отырады. Содан біз ақша табатын боламыз. Ең алдымен қалай ақша саламыз? Перезарядка деген батырманы басамыз. Бұл жерде TRC20, TRX, BEP20, BNB және BEP20 USDC деген монеткалар арқылы ақша табуымызға, яғни ақша салуымызға болады. Бұл жерде TRC20 арқылы толтырған әдемірек кетеді. Binance арқылы толтырсаңыздар, бұл жерде через TRX-тің несі жүрмейді, проценті. Осы адресті копировать етесіздер, Binance счетке, яғни выводить деп, осы жерге $14 салатын боласыздар. Одан кейін пополнение завершено деген батырманы басып, осы сайтқа келіп, 2-3 минуттың ішінде $14 түсетін болады. Неге $14? Себебі бұл жерде минимальный сумма толтыру $14 болып келеді. Мынау уведомлениені көретін болсақ, бұл жерде добро пожаловать на прибыльных сделок деп тұрады. Яғни бұл платформада біз яғни ақша табатын боламыз деген секілді ең алдымен уведомление келеді. Бұл жерде енді количество оценка деген батырманы басамыз. Күнделікті бір тапсырма беріліп отырады. Сол тапсырмалар орындау арқылы біз мына қарап отқандарыңыздай 16 немесе яғни кемінде 16% прибыль алып отырады екенбіз. VIP1-де. VIP1-дің өзі $14 тұрады. Ал VIP2-ге келетін болсақ, бұл жерде минимальный сумма $188. $188 негізі маған ауырлау болып кететіндіктен мен $14 салып отырмын. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, көбінесе VIP2-де уже почти 17% беріледі. VIP3-те 18% почти. Сол проценттерді алып отыру арқылы біз ақша шешіп отырамыз. Начать количественную оценку деген батырманы басамыз. Бұл жерде осындай подсчитывание жүреді. Міне, менде 2-1 және де цент доллар ақша таптым. Бүгінгі күндік бізде не аяқталды? Яғни күніне бір-ақ рет ақша таба аламыз. Бұл жерде выкладывать деньги деген тағы да батырмалар бар. Бірақ бұл циклін қалай қарайтын болсаңыздар, 81 күн. 81 күнде біз 32% ақша табылатын боламыз. Бірақ бұл жерде өте қымбат ценалар, яғни салудың қажеті жоқ. Пригласить друзей деген батырманы басып қарайтын болсақ, бұл жерде өзіміздің достарымызды шақыру арқылы белгілі бір проценттерді алып отыра аламыз. Қарайтын болсаңыздар, бірінші адам шақырсаңыз, сіз 13% оның пополнениесінен ала аласыз. Яғни $14 салатын болса, 10%-і примерно 1,4, яғни минимум $2 табуымызға болады. Бұл жерде копировать деген батырманы басып, досыңызға сілтемені жіберіп, және ол тіркелгенін көресіз, және сумма салынғаннан кейін сізге белгілі бір процент қосылады. Оны сіздер міне деген батырманы басу арқылы көре аласыздар, общий доходқа келген кезінде, яғни салынды деген секілді. Бұл жерде енді қалай ақшаны шығаратын боламыз? Дом деген батырманы басамыз. Мына жерде платформаны таныс, міне қарайтын болсаңыздар, күнделікті профиттардың проценті және минимум профиттардың суммалары шығаруға болатын. Күнделік міне $188 салу арқылы $31 табуға болады екен. Закрывать деген батырманы басамыз, оны жаңағыдай айтқан болатынмын. Отзывать деген батырманы басайық. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, вывод средств 24 сағаттың ішінде, яғни вывод етіледі, яғни ақша шығарылады. Бұл жерде минимальный сумма $2 басталады екен. Адрес вывода сіздер жаңағыдай салған кошелектеріңізді жазасыздар, TRC20-тің, немесе BEP20-тің, немесе BEP20 USDC-ның адресін жазып, мына жерге тіркелген, яғни почталарыңыз тіркелген, парольдарын жазып, поддержать деген батырманы басасыздар. Міне достар, мен өзімнің
полный квитанциямды жаздым, адресімді жаздым, сумманы жаздым. Енді подтверждать деген батырманы басайын. Міне вывести успех деген батырма шықты. Бұл сумманы мен өзімнің телеграм арнама салатын боламын. Және де тағы да келесі видеороликтерді қалдырмай көрсеңіздер, жаңа новый проекттерді көрсететін боламын. Сіздермен болған мен Қазбизнес арнасы.